Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз нөлдермен аяқталатын сандарды ауызша көбейту және бөлу тәсілдерін үйренеміз. Бірінші тапсырмада біз мұнда қай ескерткіш қай қалаға жататын табуымыз керек. Ол үшін біз 6200-ді 100-ге бөлуіміз керек, онға көбейтуіміз керек. Ең оңай тәсілі балалар, мысалы бөлгіште 2 0 болса, мұна бөлінгіштің 2 0-ін қысқартамыз. Сонда 62-ні 1-ге бөлсек, 62-нің өзі шығады. Енді 62-ні 10-ға көбейтуіміз керек. 62-ні 10-ға көбейту үшін 62-ні 1-ге көбейтеміз. 62-нің өзі шығады, артынан 0-ын тіркей саламыз. Сонда бізде 620 болды. 620 дегеніміз мынау Түркістан қаласындағы ескерткіш екен. Екінші, 620-ны 10-ға бөлуіміз керек. 0 мен 0-ды қысқартамыз. 62-ні 1-ге бөлсек, 62-нің өзі шығады. 62-ні тағы да 1-ге бөлсек, 62-нің өзі шығады. Сонда екінші ескерткішіміз Тараз қаласындағы ескерткіш екен. Келесі тапсырма 2-ның жазылуын және есептеу тәсілін түсіндір дейді. 2310-ды 200-ге қалай көбейтемін? 231 деп 0-ын бөлек алып аламыз. Оған 10, 231-ді 10-ға көбейтсек, бізде 2310 шығады. Енді 200-ді 2 және 100 сандарының көбейтіндісі. 231-ді 2-ге көбейтеміз, 0 бар сандарды бөлек жақшаға аламыз. 231-ді 2-ге көбейтіп, 0 бар сандарды мысалы 100-ге 10-ды көбейтсек, 1-ді жазамыз да 3 0-ды артына тіркей саламыз. Оған мына шыққан санды, бірінші жақшадан шыққан санды көбейтеміз. Келесі, нөлдермен аяқталатын сандарды, нөлдермен аяқталатын санға ауызша көбейткен кезде балалар артындағы нөлдерге мән бермейміз. Алдындағы мысалы міне артындағы нөлдерге мән бермейміз. Алдымен сандарды көбейтіп аламыз. 7 жердегі 8-і мысалы 7 8 56, 56. Екі көбейткіштердің артындағы 0-ді тіркей саламыз. Бірінші көбейткішімізде 3 0 бар, екінші көбейткішімізде 3 0 бар екен. Соны 56-ның артына тіркейміз. Міне мұнда да 16.000-ға 2000-ді көбейткен кезде 32 миллион болды. 16-ға 2-ні көбейттік 32, артындағы екеуінің көбейткіштерін, нөлдерін тіркей салдық. Жақсы. Енді келесі 2-ның әсі 24-ті 6-ға қалай бөлемін? 24-ті 6-ға бөлу үшін 6-ға қандай санды көбейткенде 24 болады? 6 жердегі 4-ім 24. Мұнда 4 шығады. Енді 240-ті 6-ға бөлу үшін 240 дегеніміз 24 ондық және 60 дегеніміз 6 ондық. 24 ондықты 6 ондыққа бөлсек 4 ондық шығады. 4 ондық дегеніміз ол 40. 2400-ді 600-ге бөлемін. 2400 дегеніміз 24 жүздік. 24 жүздікті 6 жүздікке бөлсек 4 жүздік болады. 4 жүздік дегеніміз 400. 24.000-ды 6000-ға қалай бөлемін? 24.000-ды 6000-ға бөлген кезде балалар қараңдар, міне мұнда да 6000-ның 3 0-і бар, 24.000-ның 3 0-і бар. 3 0-дарды 3 0 менен қысқартамыз. Міне мұндағыдай. 3 0-ын қысқартып тастаймыз. Сонда 240.000-ды 6-ға бөлсек 4. 6 жердегі 4-ім 24, оның артынан 0-ын тіркейміз. Сонда 40 болады екен. Келесі, есептеулердің орындалуын түсіндір дейді. Мұнда 40-қа 7-ні 40-қа 700-ді көбейтуіміз керек. Бағанағыны айттық, артындағы нөлдерге мән бермейміз. Алдындағы 4 пен 7-ні көбейтеміз. 4 7 28. 28-ге артындағы 3 0-ді тіркейміз. 700-дің 2 0-ын және 40-тың 1 0-ын тіркейміз. 7 4 28, 28-ге 3 0-ді тіркесек 28 000 болады. Енді 40-ты 7-ге көбейтемін. 4 пен 7-ні көбейтемін. 4 28, 28-ге мұнда 1 ғана 0 бар. 280 болады екен. 280-ді 100-ге көбейтемін. 28-ді 1-ге көбейтемін. Ол үшін 28-ді 1-ге көбейтсем 28-дің өзі шығады. Артында 100-дің 2 0-ын 28-дің 1 0-ын тіркейміз. Сонда 3 0-ді тіркейміз. 28-ге 3 0-ді тіркесек, екі жақтан да қандай шықты?
28 мың шықты. Келесін өздерің орындайсыңдар солай. Үшінші, енді бөлу есептеулердің орындалуын түсіндір дейді. 68 мыңды 200-ге бөлу үшін біз не істейміз? 68 мыңды 200-де 2 нөл бар. Мынаның 2 нөлі мен мынаның 2 нөлін қысқартамыз. Сонда 680 болады. 680-ді 2-ге бөлемін. 680-ді 2-ге бөлемін. Қанша болады? 34 болады. 34, артындағы 0-ін түркемін, 340 болады. Енді 68 мыңды 2-ге бөлем. 68 0-ні мән бермеймін. 68-ді 2-ге бөлемін. 34 болады. 34-тің артына мына 3 0-ді тіркеймін. 34 мың болады. 34 мыңды 100-ге бөлемін. 100-дің 2 0-і менен 34-тің 2 0-ін қысқартамын. Сонда 340-ды 1-ге бөлсем, 340-тың өзі шығады екен. Екіншісін өздерің солай шығарасыңдар. Келесі, есепте қай ережені қолданасың дейді. Мұнда қай оңай тәсілі балалар міне. 2 мен 8-ді көбейтем. 2 жерде 8-ім 16. 16-ға 2-нің артындағы 1 0-ді, 8-дің артындағы 2 0-ді тіркейміз. 16-ға 3 0 тіркелді, сонда 16 мың болды. Мұнда да солай. Енді бөлген кезде не істейміз? Керісінше 300-дің артында 2 0 болса, 9-дің артындағы 2 0-ді қысқартамыз. Сонда 90-ды 3-ге бөлеміз. 90-ды 3-ге бөлу үшін 3-дің ішінде 9 қанша рез бар? 3 жерден бар. 3 жерде 3-ім 9, артындағы 90-ның 1 0-і бар, оны 3-дің артына тіркейміз, сонда 30 болады екен. Солай мынаның барлығын шығарасыңдар, бұл өте оңай. Енді 5-ші есеп. 5-ші есепті қалай шығарамыз? Сайрамға Исфетшап саяхат жасауға бір турист 1200 теңге жұмсайды дейді. Әр қайсысы 6 адамнан тұратын 3 туристер тобына қанша ақша қажет? Қысқаша берілген. Міне, бір туристке 1200 теңге кететін болса, 3 топта әр қайсысы 6 адамнан 3 топ бар. 3 топқа қанша теңге кетеді дейді. Ол үшін не істейміз? Барлығы 3 топта қанша адам бар екенін тауып аламыз. Бір топта 6 адам болса, 3 топта неше адам болады? Бірінші амал не істейміз? Барлығы неше адам болатынын тауып аламыз. Бір топта 6 адам болса, 3 топта неше адам болады? Соны табамыз. Екінші, мысалы, бірінші амалын шығарайық. 3-ті 6-ға көбейтеміз. Бір топта сонда. 3 топта қанша адам болды? 3 6 18. 3 топта мұнда барлығы 18 адам бар. Бір туристке 1200 теңге кетсе, 18 адамға қанша теңге кетеді? Жауабын былай жазасыңдар. 6 адамнан тұратын 3 турист тобына қанша теңге қажет дейсіңдер. Бір туристке 1200 теңге кетсе, 18 адамға қанша теңге қажет? Соны табамыз. Екінші, 10 вагоннан тұратын пойызға 600 теңге жүк тиеу керек. Әр вагонға 3 тонна жүк сияды. Жүкті тасымалдау үшін қанша пойыз қажет дейді. Бір пойызда 10 вагон бар. Бір пойызда 10 вагон бар. Ал бір вагонға 3 тонна жүк сияды. Сонда 600 тонна жүкті қанша пойыз қажет? Алдымен нені табамыз біз? Бір пойызға қанша тонна жүк тиейді, соны тауып алуымыз керек. Мысалы, міне, мынау бір вагон, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Міне мынау бір пойыз. Мынау барлығы бір пойыз, бір-бірімен. Мынау вагондар. Вагондары жалғасып жатыр. Енді осының бір вагонға 3 тонна сияды дейді. Мынау вагонға 3 тонна. Солай 10 вагон бар. 10 вагонға 3 тоннадан сыйса, бір пойызға қанша тонна жүк сияды? Соны тауып аламыз. Бірінші амал. Бір пойызға қанша тонна жүк сияды? Соны тауып аламыз. Содан кейін 600 тонна жүкке
тиеу үшін қанша пойыз қажет? Осындай қанша пойыз қажет болады? Соны табамыз. Ол үшін не істейсіңдер? Ойланып, бірінші амал, екінші амал шығарамыз. Жауабына 600 тонна жүкті тасымалдау үшін мынанша пойыз қажет деп жазамыз. Келесі 6-шы тапсырма. 6-шы әртүрлі тәсілмен есепте тиімді тәсілдің асын сыз дейді. Енді біз кеше сендермен өткенбіз, мынандай әртүрлі тәсілмен есептеуді. Бірінші тәсіліміз 5-ті 14-ке көбейтіп, оны 60-қа көбейту үшін алдымен 5 пен 14-ті көбейтіп алып, одан кейін барып жақшаның сыртына 60-ті көбейтейік. 5 пен 14-ті көбейтсем 70 болады екен, оған 60-ты көбейтеміз. Енді екінші тәсіл. Керісінше енді 5 пен 60-ты көбейтіп алайық, оған 14-ті көбейтіп алайық. 5 пен 60-ты көбейтсем 300, оған 14-ті көбейтем. Қай тәсіл оңай? Қараңдаршы балалар. Міне, 5 пен 14-ті көбейтсем 70, 70-ке 60-ты көбейтеміз. 70 пен 60-ты көбейту үшін 7-ге 6-ны көбейте саламыз. 6 жерде 7 42. 42-нің артына екеуінің артындағы 2 нөлді тіркейміз. Сонда 42-ге екеуінің нөлін тіркесек 4200 болады екен. Ал енді мұнда 300, 300-ге 14. Бізге тиімдісі оңайырағы мына бірінші тәсіл. Бірінші тәсілдің асын сызамын. Тиімді тәсілдің асын сыз дейді. Енді келесісі. 50-ге 76-ны көбейтемін, оған 2-ні көбейт дейді. Жаңағындай 50 мен 76-ны бірінші тәсіл, бірінші жақшаға алып аламыз, оған жақшаның сыртына 2-ні шығарайық. 50 мен 76-ны көбейтеміз, 3800 болады екен. 3800-ге 2-ні көбейтеміз. Ал екінші тәсіл, керісінше 50 мен 2-ні жақшаның ішіне аламыз да 76-ны сыртқа шығарамыз. 50 мен 2-ні көбейтсек 100 болады. 100-ді 76-ға көбейту үшін 76-ға 1-ді көбейтеміз де, артына мына 2-ні тіркей саламыз. 76-ға 1-ді көбейтсек 76-ның өзі шығады, артына 2-ні тіркей салсақ 7600 шығады екен. Бізге қай тәсіл тиімді болды? Бірінші ма, екінші ма? Екінші тәсіл кішкене оңай, шығаруға оңай екен. Дәл осылай балалар, қалған 6-ның тапсырмасын орындайсыңдар. Енді біз 7-ші есеп. 7-ші есеп. Ұлы жібек жолының ұзындығы 12800 километрді құрайды дейді. Ерте замандағы саяхатшылар түйемен жүрген болса, олардың барлық жолды жүріп өтуіне қанша күн кеткен? Керуен күніне 5 километр жылдамдықпен 8 сағат жүріп отырған дейді. Ал қысқаша берілгенін былай жазамыз. Жылдамдық белгілі. Bir күнде ол 5 километр сағатына. 1 сағатта 5 километр жүрсе, ол күніне 8 сағат жүрген. 1 күнде ол 8 сағат жүрген. Алдымен не істейміз? Енді 12800 километрді неше күн жүрген дейді. Ол үшін біз не істейміз? 1 күнде қанша километр жүргенін тауып алуымыз керек. 1 сағатта 5 километр жүрсе, ол 8 сағатта қанша километр жүрген, соны тауып алуымыз керек. Сонда 1 күнде ол осынша сағат километр жүреді екен. 1 сағатта 5 километр жүрсе, 8 сағатта қанша километр жүреді, соны табамыз. Ол бізде нені таптық? 1 күнде сонда қанша километр? 1 күнде қанша километр жүргенін табамыз. Бірінші амал. Енді 1 күнде мынанша километр жүргенін тауып алдық. Енді 12800 километрді қанша күн жүреді? 1 күнде мынанша километр жүрсе, 12800 километрді қанша күн жүреді, соны табуымыз керек. 12800 километрді мынанша күнде жүріп өтеді деп жазамыз. Келесі 8-ші тапсырма. 147 өрнектер жұбындағы бөлімнің мәні қалай өзгеретінін түсіндір дейді. Енді бұны баған түрінде мен сендерге шығарып көрсетейін. 147-ні 7-ге бөлу үшін біз 1 7-ге бөлінбейді, 14-ті аламыз, 14-тің басын түртіп аламыз. Нешеден берем? 14-тің ішінде 7, 2 рез бар, 2 жердегі 7, 14.
бірлікті бірліктің астына, ондықты ондықтың астына жазамын. Әр санды әр шақпақтың ішіне жазамын. 14-тен 14-ті аламын, 0 болады. Енді не қалды бізде? 7-ні 7-нің астына түсіремін. 7-нің ішінде 7 бір рез бар. Бір жердегі 7 азайтамын, 0 болады. Енді 147 мың дейді. 147 мыңды дәл солай 14. 2-ден беремін, 14 болады. 0, 7-ні түсіремін, 1-ден беремін, бір жердегі 7 азайтамын, 0 болды. Енді мына 3 0 қалып бізде. 3 0-ді не істеймін? Бұл 3 0-ді 21-дің артына тіркей саламын. Өйткені мұнда басқа бөлетін сан жоқ. Мұнда 0-дар артылып қалды, сондықтан 21-дің артына тіркеймін. 147-ні 7-ге бөлсем 21, 147 мыңды 7-ге бөлсем 21 мың болады екен. Қалғанында осылай шығарасыңдар. Енді ойлан және жауап бер дейді. 9-ды шығарайық. Туристік пойыздар станциясын бірдей уақыт аралығында жолға шығады дейді. Туристік пойыздар станциядан бірдей уақыт аралығында жолға шығады. Ара қашықтықтар бірдей уақытта. Бірінші пойыз 4 сағат 30 минутта, екінші пойыз 5 сағат 45 минутта жолға шықты. Бесінші пойыз сағат нешеде жолға шығады дейді. Алдымен оны табу үшін бірінші пойыз бен екінші пойыздың арасында неше минуттан кейін, бірінші пойыздан кейін екінші пойыз неше минуттан кейін шықты, соны тауып алуымыз керек. Ол үшін біз 5 сағат 15 минуттан 4 сағат 30 минутты азайтамыз. Неге? Өйткені бірінші пойыздан кейін екінші пойыз нешеде шықты? Неше минуттан кейін шықты, неше сағаттан кейін шықты. Азайтқан кезде бізде 45 минут шықты. 5 сағат 15 минуттан 4 сағат 30 минутты азайтсам 45 минут. Сонда бірінші пойыз бен екінші пойыздың арасы 45 минут. Бірінші пойыз 4 сағат 30 минутта кетті, екіншісі 5 сағат 45 минуттан кейін 15 кетті. Енді аралары бірдей дедік. Пойыздардың аралығы бірдей дедік. Енді 45 минуттан кейін келесі үшінші пойыз шығу керек. Үшінші пойыз 45 минуттан кейін қаншада шығады? 5 сағат 15 минутта жолға шықты. Енді осыған тағы да 45 минутты қосамыз. 5 сағат 15 минутқа 45 минутты қоссақ қанша болады? 6. 6-да шықты. Енді тағы да бұл үшінші пойызды таптық. Енді төртінші пойыз тағы да 45 минуттан кейін нешеде шығады? Төртінші пойызды табамыз. Төртінші пойыздан кейін тағы да 45 минуттан кейін нешеде? Бесінші пойыз шығады. Бізге нені табу керек? Бесінші пойыз нешеде жолға шығады? Осыны табуымыз керек. Ал бұны да өздерің жазып шығыңдар. Біріншісін айттым. Арасы 45 минут екен. Әр 45 минуттан кейін сағат нешеде? Сонда бесінші пойыз сағат нешеде жолға шығатын табасындар. Үйге тапсырма 10-шы. Тапсырма өте оңай. Көбейткен кезде нөлдардың артына тіркейміз, бөлген кезде қысқартамыз. Сандар мен сандарды ғана бөлеміз, көбейтеміз. Қалғанын артына тіркейміз артығын. Жақсы. Олай болса бүгінгі сабағымыз осы.